Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз картофель пай дайындаймыз. Ол үшін бізге қабығы ашылып тазаланған картоптар қажет, және де корейский салатқа арналған үккіш. Картоптарымызды біртіндеп үккіштен өткізіп шығамыз. Мінекей достар, картоптарымыз осындай біркелкі ұзынша етіп өткізілуі тиіс. Біз барлық картопты үккіштен өткізіп болдық. Енді оған салқын су құямыз. Біздің салқын суымыз картоптарымыздан 1-2 сантиметрден асып тұруы қажет. Енді картоптарымыздың крахмалы шыққанша оны 5-10 минутқа қалдырамыз. Енді біздің картоптарымыздың крахмалы шықты. Келесі кезек таза сүлгіге оларды кептіреміз. Ол жақсы қытырлақ болып қуырылуы үшін жақсылап кептірген жөн. Біртіндеп сүлгімізге картоптарымызды жайып шығамыз. Және де ол картоптарымыз тез кебу үшін бетіне тағы да бір майлық, яғни сүлгі жапсаңыздар болады. Видеода көрсетілген әдістерді пайдалансаңыз, кебу жолы ұзақ. Мінекей достар, біздің картофель пайларымызға арналған картоптарымыз кеткен секілді, енді оларды қуыруға дайын. Видеодағыдай кебуі тез. Ол жақсы кепсе, қытырлақ болуы да жоғары. Енді оларды қуырамыз. Енді қуыру ережелері. Қуыру ережелері: қызып тұрған табаға күнбағыс майын құямыз. Күнбағыс майы да қыздыру қажет. Мен үшін осы май жеткілікті, және де оның оты орташа болу керек. Енді қызған табамыз бен майымызға картофельдерімізді саламыз. Олардың қуырылу ұзақтығы 5-6 минут. Және де оларды қуыру барысында араластырып тұрған жөн. Оларды араластырып тұрсақ, өте керемет болады. Және де оларды орташа отта қуыру қажет. Мінекей біздің картофель пайларымыз қуырылып болды. Енді оған тұз себеміз. Олар өте қытырлақ, ең керемет картофель пайлар. Енді оған тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Тұзды өз қалауларыңызша сепсеңіздер болады. Және де картофель пайларды жақсылап тұзбен араластырамыз. Оның сақталу жолы құрғақ әрі бөлме температурасында сақтасаңыздар болады. Ол қытырлақ, ең керемет картофель пайлар. Оны кез келген салатқа пайдалансаңыздар болады. Арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Қайталауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.